Сәлем, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгіннен бастап мен тағы бір рубрика қосқым келіп отыр өзімнің каналыма. Ол менің кітаптарым деген. Мен оқыған кітаптарым туралы сіздерге айтсам. Мен көзіме мән бермеңіздер. Көзімді немене кешеден бері өзі бір түрлі болып көзім неменетіп тұрды да. Таңертең тұрсам, ісіп тұрды ма, бірдеңке болды. Соны істеп май жағып қойған ғой. Сол жалпы мен өзім кішкентай кезімнен бастап кітап оқығанды жақсы көремін. Қазір өзім туралы екі факт айтам. Мен негізі садикке барған емеспін. Мен сразу неменеге бардым, мектепке 1 классқа бардым. И екінші факт, мен мектепке бармай жатып кітап оқып үйреніп алғам. Қалай десеңіздер, менің үлкен апайым бар ғой, Назым деген. Сол өзі мектепке барып оқуды үйреніп жүрген кезде, енді оқып мама үйде үйретеді, сол кезде мен қарап жүріп өзім үйреніп алғам бар. Бірақ жазуды мен былай үйренген жоқпын, прописпен жазуды. Мен печатныймен сол кітап немнесі бойынша сөйтіп жазып жүретінмін. Сол кішкентай кезімнен сол кітап оқығанды жақсы көремін. Еще сол кездерде бір мамамен жұмыс істеген бір орыс апайлар болған. Солардың қайсы екенін не помню, әйтеуір мамаға бір пакетпен сөйтіп кітаптар үйде жататын. Кітаптарды берген. Солар пакет болып біз неде жататын. Соларды оқып жүретінмін мен. Кейбір енді орысша нәрселерді ұқпасам да соны оқып жүретінмін. Мама айтады, түнде тығылып кітап оқып отыратынсың деп. Содан кейін еще бірдеңке мама сұрайды ғой. Мен не берейін деген кезде кітап деп айтатын есімде бар. Сөйтіп бана мектепке де бардым. Мектепте бірақ мен үлкен класстарда мен тарих, әдебиет дегенде особо мазмұндауды ұнатпайтын. Былай кітап оқуын оқитынымда мазмұндап, оны қайталап оқу керек қой. Мазмұндауды ұнатпайтын почему-то. Содан кейін мектеп бітіргеннен кейін мектеп кезінде былай артық кітаптар оқымайтынмын. Мектеп программасындағы бар кітаптарды оқитынмын. Әдебиеттің хрестоматиясы дегендерді болады, сол әңгімелерді оқитынмын. И потом мектеп бітіргеннен кейін мен колледжға түсемін. Универға түсе алмай қаламын. Грантқа түсе алмай қалам. Содан кейін гранты бар ғой деп сол байға елдер құсап колледжға түсем. Бірақ грант болғанда ол орыс группасында ғана екен. И IT колледж істейтін колледжіне түсемін, орыс группасына. И сабақ бастағанға дейін өз уайымдап жүрмін. Ойбай, мен орысша қалай оқимын деп. И сосын барамын. 1 сентябрьда сөйтіп барғаннан кейін 1-2 күн жоқ, бәрін біле бастаған кезде танысасың ғой бәрімен. Сол кезде бізде 95% бала қазақ мектебінде қазақша оқып бітіргендер екен. Сол кезде деп үстімнен чисто орыс бірақ бала болған. Ақылғандары бәрі бір қыз кореянка, әкесі кәріс, ол да орысша сөйлейді. Тағы бір қыз Безроднева Екатерина деген бір қыз болған. Ол өзі бір тоже непонятно аралас бірдеңке. И 2 қазақ болған, Арай мен Абай деген. Ол екеуі қазақтар, бірақ қазақша особо түсінбейді. Орысша оқыған, сондайлар. Содан мен сөйтіп оқып жүремді. Мен негізі қалада тұрсам да былай орысша нормально сөйлеймін. Бірақ как-то сабақ түсіндірген кезде маған как-то орысшам жетпей қалды. Содан мен сол кездерде өз бір орысша кітаптарды оқып, тілімді жаттықтырып, сөйтіп немтейін дедім да. Сол кездерде мен өзі любовный романдар оқыдым. Ұсақ кітаптар талай жинал қалды, соларды оқыдым.
сол любовный роман болғанда енді бәрінде сол махаббат жайлы кітаптар ғой, мазмұны почти бір, бірақ сондай особо мән мағынасы жоқ қой махаббат туралы. Сол бірақ қазір мен кейінгі кездері өзім кітап оқығанда бір мән мағынасы бар, бірдеңке түсіндіретін бір жақсы нәрселерді оқығым келіп жүр, бірақ особо неменеде возможность болмай қалады. Сонда да қазір бір өнер кітапты бастап оқыдым ғой мен. Тоже бір үйренетін нәрселер бар, оқып бітіргеннен соң осы кітап туралы айтамын сіздерге. Сіздер кітап оқығанды жақсы көресіздер ме? Және де қандай кітаптарды посоветовали бы? Қандай кітап жақсы, сіздердің сүйікті кітаптарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Мен негізі даже Абай жолын артық қазақ оқу керек дейді ғой, онда оқымағанмын. Мектеп программасында бір үзінділерін той оқығанбыз, бірақ есімде жоқ, шынында. Сонда оқығым келеді. И мен Каспийдан махаббат қызғыну жылдар дегенді заказ беріп қойдым. Келеді, осы алдағы ертеңдері келіп қалуы мүмкін. Сол осы жаңағы кітапты административный инстаграмды бітіргеннен кейін сол кітапты оқимын. Сол мен осы қазіргі рубрикам осы болады. Жоғын постоянно болмайды, арасында салып тұрамын өзім кітап бастап оқып бітіргеннен кейін. Сол жақсы. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, ойдамын. Комментарийға жаза кетіңіздер, сол жаңағы сұраған нәрселерді. Өздеріңіз кітап оқисыздар ма, және қандай кітаптар оқығанға посоветовали бы деген қазақшасын ұмытып тұрмын. Кешіріңіздер. Сол жақсы. Келесі кездескенше.